де осының бәрін. Мықты бар ғой біздің жігіттер мықты. Осы Саматты да бір гастрольге жіберіп алсам екен, а? Жұлдыздарға жету қайда бізде. Қайсысың, Қазір. Сосын оқиын сені. Әпке, қалайсың? Сен қайдан жүрсің? Ескертпей кеп қалдың, Кейін ескерсем тосын сый болмайды ғой, тосын сый болсын деп. Отыр. Күшті тосын сый болып бар ғой, наушы. Өздеріңіз қалайсыздар? Шеттел болып кетіпсің бар ғой, кәдімгідей. Не келем дедіңіз, міне келем дедіңіз, сізді күтпей өзім келдім, сағындым сізді, әпке. Ол да дұрыс. Осы сен оқудан келді дегелі бар ғой. Бір осы төркінге барып қайташ деп. Негіз өзің келгенің дұрыс болды. Енді мен құр келмей, шетелден базарлық болсын деп. Сізге сыйлық алып келдім. Неменеге әуре боласың ғой, сен оқуға кеткен адамсың ғой, бізге сыйлық әкелмей-ақ қойса. Сыйлық әкелмесең де ренжімейміз. Сен өзің бізге сыйлықсың ғой. Құдай бере саған. Апа қайда? Апам құдалыққа кеткен. Апаға да сыйлық алып келгем. Қойшы. Әкелді, қарайсыз. Ойба, мына апам ама? Апаға. Қуанып қалатын болды. Ниетіңе рахмет бар ғой. Қалай? Мама папаларға бәрі жақсы ма? Жақсы, аман есен. Дұрыс болыпты. Сен өзің бар ғой, әдем болып кетіпсің ше? Күшті болып. Анау не? Қайдан кіріп кеткен? Аппақ болып. Әпке, несі, кім десеңізші? Кімінес құрсын? Мысықты кім дейміз ба? Аны кіріп кеткен ғой, кім бар үйде? Әпке, ол мен досым Мурка. Менімен бірге келді. Кетші, жұпар сен де бір қайғыда бірдеңе айтпай. Көшеден кіріп кетті ма сенімен бірге? Шын айтып отырсың ба? Шын айтып отырмын, әпке, мен досым менімен бірге қыдырып келді. Ақылды мысық. Қараңызшы өзі, аппақ, сондай сүйкімді. Көрініп тұр ақылды екен. Рұқсатсыз ана жерде тұрып апты кірмей. Кім? Мурка қалай? Қой құрсын, онда шай ішейік, жүр. Ақыр досыңмен келіп қалған екенсің. Сонау шетелден. Мурка екеуің. Шай ішейік, жүр. Алып жүр. Апам мына жерде қап кетпесін, әйтпесе ана келіндер талама таражат. Кім Мурка? Ауға деп не дейтін еді оған? Кесір, жүр. Жаным отырып апты өзі. Жақсылап шай ішіп алайық өзіміз, Иә. Шедек, іш. Әпке, анау Мурка бар ғой, мен мысығым. Бүкіл үйдің бөлмелерін аралап жүр ғой. Бір қызық өзі бар ғой, бөлменің бәрін ұнатып қалып, сіздерді қатты жақсы көріп қалған ғой. Жүре берсін, жүре берсінші. Сол сөйтіп жүре берсе болмай ма? Дастарханға отырғызбай, Өтініш бар ғой, бізбен бірге шай ішсінші. Ол да менің досым, мен жақындарым бірі ғой. Сіз қалай түсінбейсіз? Мен түсінем ғой енді. Бірақ ана енем шок бола ма деймін да. Ана жер тап-таза ғой. Сол жерге тамағын дайнап сүтін берейін. Жұпар жан айналайын. Әпке, сіз бұрынғы заманда қалып кеткенсіз. Болмайды ғой. Ана білесіз бе, танымал жұлдыздардың бір иті, мысығы, күшігі, барлығы балы. Олардың подписчиктерін айтсаңызшы. Санына біздің подписчигіміз қалып қалады. Қойш, сонда ана иттер бар ғой, басқа иттер. Ана иттерді көріп, шіркін-ай, мен де мынандай ит болсам деймін. Салып отырады. Мен білесіз бе, тіпті шетелде жүргенде бар ғой, біз зерттеп көргем. Мысық бар ғой, әлемде ең танымал мысық бар. Оны кім асыраған айтайын ба? Карл Лагерфельд деген кісі мысық асыраған ғой. Оған арнап асыраған былай тұрсын бар ғой, кітап жазған ғой кәдімгі. Ол мысықтың өзінің косметикалық линиясы бар. Кәдімгі ана мысықты көрсеңіз бар ғой, бай әр танымал мысық қой. Енді айта алмаймын. Енді бар ғой, одан қалса Карл ағамыз бар ғой, оған бүкіл байлығын тастап кеткен ғой. Ақшасы көп мысық. Көрдіңіз бе? Сен де қызықсың Қай-қайда бір мысықтамай, сол Карлдың мысығына болмайсыз ба? Менде мысығым құр қалмайды. Ертең менің де мысығым солай сияқты танымал болса, айтады. Құралай әпке мен дастарханға отырғызбай қойған. Айтады. Ол да сондай сезе ма? Сезеді ақылды мысық. Құрсын онда бар ғой, қазір осы ап келші осы жерге отырып шай ішейік. Ой, рахмет жаным. Танымал болып, ертең ол да Карл Герлфит сияқты болып. Иә, Карл ағам мысығы сияқты танымал болып кетеді. Абысын, үйге қонақ келген ба не? Сәлем. Иә, келген. Амандасып бере. Сәлем ғой. Не ғой? Мен сіңлім ғой, Жұпар ғой, танымай қалдың ба? Қойш қырсын. Танымай қап қой. Қалайсың, құдаша? Жақсы. Жақсы, қош келдің. Енді Жұпар десе, нағыз атыңа сай болыпты ана. Духиың кәдімдей зың екен. Рахмет үлкен. Қалайсыздар өздеріңіз? Жақсы. Ойба, сіз деп не болды қырсын? Өзіңіз ғой. Сіз деп сызылып қапсың ғой. Ана үйде жүрген не мысық?
қонақта жүрген ұқсап ана неде жатыр ғой диванда. Менің мысығым ғой ол. Өткенде Данелия бір құрбысы ит әкелген кезде көп күліп қойсам керек енді сол. Данелия? Біздің Данелия ма? Қашан ит әкеп жүр? Бай, өткенде сен ана құдалыққа кеткен кезде ит әкеп осы жерде масқарамыз шығарған. Масқарамыз деп. Мен құдалық кеткенде біраз қызық болды деңсе. Оны кейін айтып берем. Ол енді біздің үйге қонақ қана мысық, енді Мурка. Мысық деппін ғой. Мурка деп айту керек. Иә, ақылды, иә. Қасқа, естімеген елде көп, иә. Қалай, жұпар қыз, біздің ауыл ұнап жатыр ма әйтеуір? Ой, ұнағанда қандай ғой, ауасын айтсаңшы, керемет бір. Ерекше ғой. Осы таза ауадан да шаршайсың. Иә. Арасында қаланың лас ауасында барып жұтып келгің келеді әйтеуір. Адамға түк жақпайды. Негізі біздің жұпар қыз шетелде оқып жатыр. Шетел көрген қыз ғой, Енді біз шетелде бар ғой, біз қазақтарды қатты сағынамыз. Қазақты көріп қалсақ, о, бауырым, досым деп құшақтап бір жақсы көріп кетесің ғой. Иә. Сондай ғой, барда бағала дейді. Әр қазақ сенің бауырың деген содан. Осы жақта да сөйтіп бағалап жүрсең болады ғой мені десең. Ой, құдашай тегі, әңгімеңді айта отыр бізге. Енді еститінбіз ғой, Америкада оқып жатыр, не істеп жатыр, тамағын ішті ме екен, қалай тұрып жатыр, ақшасы бар ма екен, бәрін құралай уайымдайды ғой сен. Америка керемет қой, оқуымды бітіріп, сол елге оралдым, әпкемді де сағындым, құр жүрмей әпкемді көріп кетейін деген. Бұлай енді қалай мысалы бір шетелде оқиды деген аты енді мүлдем басқаша болады ғой. Мысалы, қалай енді біздің елмен салыстырғанда да? Енді ол жақта барлығы басқаша дамып кеткен. Бірақ білесіз бе, дегенмен туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дейді. Біздің елге жетпейді енді. Шетел, Қазақстан өзінше ерекше. Бұлай қалай киінеді олар шетелдіктер мысалы? Бізде енді бұлай енді Бізде шетелде барлығы өз-өзіне қарайды, күтінеді. Енді менің сіңілім деген шетел көріп келген ғой, бір шетелский әңгімелеріңнен айтшы, таңғып қалсын. Сен байқаймын да, мына бетің жылтырап, күшті болып жетті. Қалай күтесің осы? Ой, күтінгенде енді дұрыс тамақтанамыз, қалыпты ұйқы, оның құпиялары өте көп негізінде. Көп ұйықтағаннан екен ғой. Бәсе, біздің Данелия неге әдемі десем? Сәуле қоя берші, несін айтшы мынандай? Секретін айтшы, әдемі. Екінші құпиясы ол күніне 2-3 литр су ішеміз. Онда ана Кәрімшат Жолдыбаева дегендерін кәдімгі флякпен су ішетін шығар көрсін? Құдықта жататын шығар. Сондай ау дейміз, қара. Сұмдық қаналардың арықтығы. Енді сен бізге үйретші енді. Жарайды. Маған да ермек болатын еді. Сіздерге мен түрлі тәсілдерді үйретем. Бірінші мен сіздерге денсаулыққа пайдалы смузи дайындап берем. Одан кейін йогамен айналысамыз. Йога. Немен дейді? Йога. Айналысамыз.